Көздегі давление, зрение нашарлауы, көздің асты қарайып, ісіп және де әжіндер түсіп жатса, бұл видео сіз үшін экранға жақын отырамыз. Кез келген үйден табылатын бұл екі затымыз көздегі суықтағанды алуға, көздің қызаруыны басуға және де давленияны болдыртпауға өте жақсы көмектеседі. Екі тал гвоздикамызды алып, өзімізге ыңғайлы ыдысқа саламыз. Үстінен бір шай қасықта көк шайымызды салып, үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, 5 минутқа ұзын жауып қоямыз. Бұқтырылған дайын суымызға ватный дискті салып, кішкене ғана суны сырғытып, көзімізге 10-15 минутқа қоямыз. Бұл емдік патчаларымызды көзіңізге бір ай бойы қойсаңыз болады. Результатында сізде көздеріңіз демалғанын, зренияңыз жақсарғанын және де кірпіктеріңіздің күштілеп өскеніне куә боласыздар. Ең маңызды сәт көзімізге патчаларды қойып жатқанда жылы әлде суық күйде болмауы керек. Қандай да сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып, жақсы көрген жандарыңызбен видеоны бөлісіп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.